Жаңа жыл байрамы қарсаңында байрамға ылайық түрлі технологиялар тұрмысымызда қолданыла бастады. Біз бүгін рубрикамыз арқылы міне осындай жаңа инновациялық технология түрлеріменен таныстырамыз. Жаңа жыл қарсаңында байрамға ылайық шыршаларды яки әр түрлі шырақлар декорациясымен үйді безеу өзгеше эстетикалық зауық бағышлайды. Міне осындай шырақлар декорациясының жаңа түрі іздеп шығарылды. Твинкли деп аталған инновациялық шырақлар шырша үшін арналған. 600-ден астам түрлі көріністілерді беруші бұл шырақлар мобиль телефон арқылы басқарылады. Пайдаланушы телефоны арқылы шыршадағы түрлі композицияларды көреді һәм таңлай алады. Қалесе телефон сенсоры арқылы шырақлардың жану үзбезділігін өзі жарата алады. Солай етіп, мобиль телефон жәрдемінде ажайып декорация түрін басқаруға болады. Бұл шырақлар Android һәм iOS операцион системасы телефонында жұмыс істейді, ал шырақлар болса телефонға Wi-Fi сымсыз тармағы арқылы байланысады. Америкалық компаниялардың бірі тарапынан жаңа жыл қарсаңында шырақлар шоу тамашаларын шөлкемлестіру бойынша жаңа қызмет түрі пайда болды. Бұнда қала ямаса имараттардың сыртқы көріністілерін байрамға ылайық декорациямен тәмінлейді. Жоғары технологиямен істелген шырақлар арнаулы компьютер бағдарламасы арқылы басқарылады. Пайдаланушының яки бұйыртпашының идеясы бойынша әр қандай көрініске келтіруге болады. Мысалы, жаңа жылға арналған музыкаларға түрлі қаһармандарды ойнатып, ажайып шоу тамашаларын көрсете алады. Америка құрама штатының Флорида штаты аспанында дронлар шоу тамашалары көпшілік назарына ұсынылды. Бұл аспандағы дронлар шоуы 300 дроннан ібарат, һәм олар арнаулы лазерлі шырақлармен үскенеленген. Дронлар музыкалық композициялар ырғақларына сәйкес әр түрлі көріністілерді пайда етті. Сондай-ақ түнгі тамашалар уақытында дронлар жәрдемінде хауа балеті де орындалды. Бұндай инновациялық шоу тамашаларды шөлкемлестіру арқылы жаңа ойын зауық тәжірибесі қалыптастырылды. Бұл тамашалар арқылы 400 миллиардтан астам реңлі комбинациялар жаратылды һәм әр қандай анимация үшін LED шырақлармен тәмінленді. Бұл аспандағы 300 дрон арнаулы компьютер бағдарламасы арқылы бір уақытта басқарылды һәм аспанда ажайып көріністерді пайда етті. Біз көрсетіп өткен дронлар тамашасының дәслепкісі емес, әлбетте. Міне осындай шоу тамашаларды дүнияда бірінші рет 2015 жылы жаңа жыл байрамы қарсаңында әмелге асырылған еді. Бұнда аспанда байрамға ылайық түрлі көріністер, аяз ата, шырша ағашы сәулеленді. Аспандағы көріністің ұлыма уақыты шамамен 8 минут болды. Ал мына экранларыңызда көріп тұрған кіші шырша магнитлер жәрдемінде істелген. Ол арнаулы тақтаның үстінде жайластырылады. Соң ол тақтаның жоғары тарапіне айланып тұрады. Бұл технология түрінен тек шыршалар емес, үй гүлдерінен де пайдалануға болады. Америка құрама штатында дүнияда робототехника тарауында жетекші болған компаниялардың бірі тарапынан жаңа жыл байрамы қарсаңында Big Dog деп аталушы робот итлер жәрдемінде қар қызы қала бойлап саяхатқа шықты. Бұл көрініс көпшіліктің ітібарын өзіне қаратты. Бүгінгі жаңалықларымыз осылар. Технологиялар әлемінде және қандай жаңалықлар жүз береді? Әлбетте бұны алдағы уақытта білеміз. Бізден жаңалық күтің. Жақыласып келе жатырған жаңа 2020 жыл менен сіз әзізлерді құттықтаймын.